Достар, бүгін 25 сәуір, мен мына Қызылорда қаласының орталық мал базарында жүрмін. Бүгінгі нарықтағы малдардың бағасын сізге көрсетейін. Көріңіздер, кеттік. Бұны қанша деп отыр, аға? 520 мың. Неше жасар? Құнан. 520 мың теңге деп тұр. О, мына енді бөлек жылқы екен. Осы қаланікі ма, жылқы? Айдарлы ауылынан әкеп тұрген. Жарты миллионмен кесең бере салам деп тұр. Осылайша мінекей деп. 8-де келіп өтті, 9-да келіп. Қанша деп атсыз? 120 мың теңгеден ғой. Мына жылқыны 750 мың теңге деп тұр, бірақ қазір жасын сұрап жүрейік. Жасы қаншада, аға? 8 деген. Үйірге түскен ба? Үйірге түскен дейді. Мына сиыр. Мына сиыр кімдікі? Сол, сенікі ма? Қанша деп тұр екен бұны? Жауабы бар ма? Мыналар ғой. Мыналар қанша? $580 мың теңге. Бұзау ұрғашы? Еркек па? Еркек екен бұзау. Бұзау немізіп, азамдар немген сүйетін бұзау желіні таза. Осындай болады қосылған кезде. Мына малдардың бағаларын білейін деп едік. Қанша деп отыр екен? Аға? Иә. 600 деп отыр, мына 550 деп отыр. 600, 550 мың теңге. 330 мың теңге маған сұрап тұр. Саудалары болады деп тұр, аздап. Жақсы ағай, саудаңыз жүрсін. Мынаны қанша деп жатсыз, аға? 470 мың теңге деп тұр. Мінекей, достар, видеоның астына лайк басып, арнаға тіркеліп отырыңыздар. Жаңа шағымдарды жібере алмас үшін. Бүгінгі Қызылорда Бұлан мал базарында малдар сұмдық сатылымда кетіп жатыр. Аз қапты малдар жоқтар. Бірен саран. Мына бұқа қанша екенін білмейміз, егесі жоқ ау деймін. Қанша? 200 мың теңге деп тұр. Ұрғаш мал. Ана бұқан сұрап жүрейік. Аға, бұқаны қанша деп тұр? Қанша екен? Қанша? Қанша? Қаншаға кетті? Сатылып кетті дейді, бірақ егелері жоқ екен. Малар енді 400-ден шығар енді бұлар. Қанша? Қанша? Мына бұқа жаңа айтып жатыр едім. Миллион деп тұр, киімі бар. Миллион деп тұр, киім бар дейді. Мына енді осы жергілікті жерден ғой, малыңыз. Телефон номер айтып бересіз ба? 301 863 83 39. Саудасы бар ғой? Yok. Неге достар, мына енді қай бар?
Бағалар әртүрлі. 380, 300 саудалар бар. Ассалаумағалейкум. Аға, қалай жағдайыңыз? Қанша деп жатсыз? Қанша? 250 мың теңгеден сатылымда тұр екен. Ірі тайлар. Көрініп тұр ғой өзі. Ордағыда тұрған ау деймін, дала ма? Далада жүріп осындай семіз болады екен. Телефон номер айтып жіберсеңізші. Достар, мінекей, қандай тамаша, керемет. Бүгінгі мал базарға шығыпты мынандай жылқы. Неше жасар болым? Құланға шықты деп тұр. Бағасы қанша? Бағасы 750 мың теңге, арзан бағада сатып жатыр екен. Достар, енді осындай жылқы көргенге видеоның астына неге лайк баспасқа қараңызшы, қандай көрініс көрсетіп тұр. Мінекей. Бөлек қой енді. Қай жақтікі жылқы? Қай ол? Шиелден әкеп тұр екен. Қанша миллион? 750 мың теңге. Саудасы бар ғой, бауырым, Саудасы бар дейді. Қаншадан мына Қаншадан бар? мына ағай мына отыр екен ғой. 35 мың теңгеден. Лақты ешкілер. Қойларыңыз қанша отыр, 70 мың теңгеден кен. Бүгінгі енгеді Қызылорда Ұлан мал базары қарқынды болатыр. Малдар таусылып жатыр енді. Аз қалады. Бәрі алып сатып алып кетіп баратыр. Аға, ассалаумағалейкум. Тағы да. Қалай жағдайыңыз? Қанша деп жатсыз қойларды? Шаруаға сатып берген қойлар ғой, мен қойлар 80-90 мың теңгеден ғой. Шаққа жарайды деп тұр. Қандай сүйкімді, әдемі лақ. Лақ тешкі 45-тен сауады. Лақ тешіктер 45 мың теңгеден. Простойлар 30-дан 35 теңге. Жаңа простойлар 30-35 мың теңгеден. Сауатты. Қазір мен Нұрбек, балаңыз ба? Жоқ. Мінекей, тағы да қойлар, қоқтылар. Бұлар бағасы қанша, бауырым? 70 мың теңгеден екен. Олар жері соңғы бағасын айтып тұр. Наяқтағылар 90 мың теңгеден. Достар, лайк бас тіркеліп отырайық арнаға. Жаңа шығарымдар жіберу үшін тіркеліп отырыңыздар. Достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Қанша деп отырсыз? Ешкіңіз қанша? Қанша кетті? 65 мың теңге сатылып кетті. Наяқтағыларыңыз қанша? Әртүрлі баға. 20, қозылы қой, 90 мың, 120 мың, анау сұраған. Қошқардар 120 мың. Осы жақсы. Налар қанша деп тұр? Білмедім, бағасы қанша бар? Ана кісілерді көдім. Достар, видеоның астына лайк басып, арнаға тіркеліп отырыңыздар. Осындай тамаша керемет түсірілімдер әлі осы арнада талай болады. Қолдап қойайық. 130 мың теңгеден айтылып жатыр қозылы қойлар.
Мінекей қандай тамаша. Семіз қойлар. Достар, комментарияға жаза кетіңіздер, бүгінгі мал базар арзан ба, қымбат па? Жаңа бауырым, қанша дедің бұлардың? 135-80 ортасы. 135 мыңнан 80 ортасы дейді. Қырқылған, әдемі тамаша қойлар. Бағылған. Қанша деп отырсыз? 35-40 мың теңгеден. 130 мың теңге. 140 па? 35, 40, 140. Жоқта қанша деп отыр? 35 мың теңгеден келді. Лақ дешіктер ғой. Достар, мінекей енді 135 мың теңгеден сатылып кетті осы тұрғанда. Қырқылған, әдемі тамаша қошқарлар. Мінекей осындай көрініс болып тұрады арасында мал базарда. Бас піспейтін осылай қошқарлар бір-бірімен бұқаласады. Мағамбет деген кісі. 120 мың теңгеден екен, мінекей. 140 мың теңгеден. Саудалары бар дейді. Қанша деп атса? 130 мың теңгеден екен. Баға берер жерің қанша? 120-ға берем. Берер жері 120 мың теңге. Пароды қой, гисар қосысымен. Пароды қой, гисар қозы ғой мынау. Мінекей. 1000 теңге. Ой, 120 мың теңгеге сатылып кетті осы тұрғанда. Мінекей. Достар, видеоның астына лайк басып, арнаға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп отырыңыздар. Жаңа шығарылымдарды жіберу үшін. Және де осы видеоны достарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Қайта беріп бола ма? Ал достар, мінекей енді тамаша керемет қойлар. Қызылорда Бұлан мал базарына келіп жатыр, әртүрлі бағада. Саудалары бар. Келсеңіз, жаңа егелері сүріп берем деп тұр ғой. Қанша деп тұрсыз бұл? 70 деп жатыр. 70 мың теңгеден екен, мінекей. Қандай тамаша керемет қойлар. Қойлар өтіп кетті. Яна, полный тұрған бәрі. Өтіп кетті деп тұр, мінекей. Арада толып тұрған дейді малдар. Жақында келеді тағы. Арзанға береді, жақында келеді деп тұр. Мына телефон нөміріңізді айтып жіберсеңіз. 702 8 702 544 544 77 53. Жамбулат. Жамбулат. Коммунизм, сосын Көксары 21. Көксары 21. Қызылорда қаласы. Қызылорда қаласы. Қозы бәрі кейін,